Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда шапканың донышкасын тоқып үйренетін боламыз. Яғни шапканың төбесін тоқып үйренетін боламыз. Осы донышканы тоқып үйренгеннен кейін осындай шапкалар тоқып алуға болады. Міне осы төбесі осы донышка деп аталады. Яғни төбесі. Міне осындай шапкалар тоқимыз. Және де шапка-зверушка тоқуға болады. Және мынадай шапкалар тоқуға болады. Егер осындай донышка тоқып үйреніп, шапка-зверушка, көптеген шапкаларды тоқығыңыз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сабағымызға қажетті құралдар: шөп, крючок, қайшы және де метр. Менде Канго картобу. 100 граммда 300 метр, 100% акрил. Және де екінші номерлі крючок. Ең алдымен баламыздың бас айналымын өлшеп аламыз. Мен сіздерге манекенде көрсетейін, қалай өлшем алу керектігін. Осылай аламыз. 42 сантиметр. Енді осы 42 сантиметрді жоғарыда көрсетілген таблицаға қараймыз. Окружность головы дегенде 42 сантиметр тауып аламыз да, диаметрдіна 13-4. Яғни біздің тоқитын донышкамыз 13-4 сантиметр болу керек. Бұл сіздерге көрсету үшін айтып жатырмын. Негізі маған донышкадына 15-3 сантиметр керек. Өйткені менің тоқиын деп жатқан шапка баланың бас айналымы 48 сантиметр. Сіздер де осылай өлшем алып, осы таблицаны қолдансаңыздар болады. Ары қарай донышканың тоқылуын көрсетемін. Ең алдымен дөңгелекше жасап аламыз. Ол үшін жібіміздің кіші бөлігін қолымызға осылай алып, ұзын бөлігін қоямыз. Осылай дөңгелекше жасаймыз. Енді осы дөңгелекшенің ішіне 12 столбик с накидом тоқимыз. Бірінші 3 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3. Бұл 3 воздушный петля бізде 1 столбик с накидымды алмастырады. Ары қарай 11 столбик с накидым тоқимыз. Столбик с накидымның тоқылуы менің каналымда бар. Сілтемесін төменге қалдырамын. Осылайша 12 столбик с накидым тоқимыз. Айналдыра өзіміз тоқып шығайық. 12 столбикті тоқып болғаннан кейін жібіміздің кіші бөлігін тартамыз. Сонан кейін 3-ші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Бірінші қатарды аяқтадық. Енді екінші қатарды тоқимыз. 3 воздушный петля. Осы петляға тағы да столбик с накидом тоқимыз. Онан кейінгі петляға столбик с накидом.
Осы петляға тағы да столбик с накидом тоқимыз. Онан кейінгі петляға тағы да 2 столбик с накидом тоқимыз. Онан кейінгі петляға да 2 столбик с накидом тоқимыз. Онан кейінгі петляға да 2 столбик с накидом тоқимыз. Яғни бұл қатарда әр петляға 2 столбик с накидымнен тоқып шығамыз. Барлығы 24 столбик с накидым болады. Өзіміз тоқып шығайық. Тоқып болғаннан кейін үшінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Келесі үшінші қатар. 3 воздушный петля. 3 воздушный петля бізде бір столбик с накидымды алмастырады. Келесі петляға столбик с накидым. Осы петляға тағы да столбик с накидым. Онан кейінгі петляға бір столбик с накидым. Онан кейінгі петляға 2 столбик с накидым. Онан кейінгі петляға бір столбик с накидым. Онан кейінгі петляға 2 столбик с накидым. Яғни үшінші қатарда 1 столбик с накидым, 2 столбик с накидым, 1 столбик с накидым, 2 столбик с накидым. Солайша тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Тоқып болғаннан кейін үшінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Үш воздушный петля. Ары қарай төртінші қатар тоқимыз. 3 воздушный петля, 1 столбик с накидымды алмастырады. Келесі петляға 1 столбик с накидым. Онан кейінгі петляға 2 столбик с накидым. Онан кейінгі петляға 1 столбик с накидым. Онан кейінгі петляға 1 столбик с накидым. Онан кейінгі петляға 2 столбик с накидым. Онан кейінгі петляға 1 столбик с накидым. Яғни төртінші қатарда 2 петлядан кейін үшінші петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. 2 столбик бір-бірден тоқимыз. Келесі петляға 2 столбик с накидым бірге тоқимыз. Солайша қатарды тоқып шығамыз. Тоқып шығайық. Тоқып болғаннан кейін үшінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Ары қарай 3 воздушный петля, 5-ші қатарды бастаймыз. Келесі петляға 1 столбик с накидым. Онан кейінгі петляға 1 столбик с накидым. Онан кейінгі петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. Онан кейінгі петляға 1 столбик с накидым. Онан кейінгі петляға 1 столбик с накидым.
Онан кейінгі петляға бір столбик накидім. Онан кейінгі петляға 2 столбик накидім тоқимыз. Яғни 5-ші қатарда әр 3 столбик накидімнен кейін 2 столбик накидім бірге тоқимыз. Солайша толығымен қатарды тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Тоқып болғаннан кейін 3-ші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. 6-ші қатарды бастаймыз енді. 3 столбик накидім. Онан кейінгі петляға 1 столбик накидім. Онан кейінгі петляға 1 столбик накидім. Онан кейінгі петляға 1 столбик накидім. Келесі петляға 2 столбик накидім тоқимыз. Онан кейінгі петляға 1 столбик накидім. Онан кейінгі петляға 1 столбик. Онан кейін тағы 1 столбик. Онан кейін тағы 1 столбик. Келесі петляға 2 столбик накидім тоқимыз. Яғни 6-ші қатарда 4 столбик накидімді бір-бірден тоқимыз да, онан кейінгі петляға 2 столбик накидім тоқимыз. Осылайша толығымен тоқып шығамыз 6-ші қатарда. Өзіміз тоқып шығайық. 3-ші воздушный петлямен біріктіреміз да, қатарды аяқтаймыз. Енді 7-ші қатарды тоқимыз. 3 воздушный петля. Келесі петляға 1 столбик накидім. 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 Келесі петляға 2 столбик накидім тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик накидім. Келесі петляға 1 столбик накидім. Келесі петляға 1 столбик. Келесі петляға 1 столбик. Келесі петляға 1 столбик. Онан кейінгі петляға 2 столбик накидім тоқимыз. Яғни 7-ші қатарда 5 столбикті бір-бірден тоқимыз да, 6-ші петляға 2 столбик накидім тоқимыз. Осылайша айналдыра тоқып шығамыз. Қатар тоқып болғаннан кейін 3-ші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Келесі 8-ші қатарға тоқимыз. 3 воздушный петля. Келесі петляға столбик накидім. Келесі петляға 1 столбик накидім. Онан кейінгі петляға 1 столбик накидім. Онан кейінгі петляға 1 столбик накидім. Онан кейінгі петляға 1 столбик накидім. Келесі петляға 2 столбик накидім тоқимыз. Келесі петляға 1 столбик накидім. Келесі петляға 1 столбик.
келесі петляға бір столбик, келесі петляға бір столбик, келесі петляға бір столбик, келесі петляға бір столбик. Онан кейінгі петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Яғни бұл қатарда, яғни 8-ші қатарда 6 столбик с накидымды бір-бірден тоқимыз да, 7-ші петляға 2 столбик с накидым тоқимыз. Сіздер тоқып жатқан кезде өлшеп қоясыздар. Егер де сіздерге қажетті өлшем болса, онда ше тоқтатасыздар тоқуды. Маған әлде өзімнің қажетті өлшеміме әлде бар, сондықтан мен тоқып жатырмын. Егер сіздерге де қажетті өлшемдеріңізге жетпей жатса, ары қарай тоқисыздар. Ары қарай тоқып шығамыз. Қатар тоқ болғаннан кейін 3-ші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Келесі 9-ші қатарды тоқимыз. 3 воздушный петля. Тағы қыздар, егерде тағы донышкаларыңызды өлшейсіздер. Жерден бұлай өлшейсіздер. Осылай өлшейсіздер. Егер де сіздерге қажетті өлшем болса, онда ше ары қарай тоқымайсыздар. Ары қарай шапканы тоқисыздар. Маған тағы да бір ряд қажет, сондықтан мен ары қарай тоқимын. Егер сіздерге де тағы да бір қатар қажет болса, онда ше ары қарай тоқисыздар. Мен ары қарай тоқимын. Яғни бұл бізде 9-ші ряд. Келесі петляға бір столбик. Онан кейінгі петляға бір столбик. Онан кейінгі петляға бір столбик. Онан кейінгі петляға бір столбик. Келесі петляға бір столбик. Келесі петляға бір столбик. Келесі петляға 2 столбик тоқимыз. Келесі петляға бір столбик. 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 Келесі петляға 2 столбик тоқимыз. Яғни бұл қатарда 7 столбик бір-бірден тоқимыз. 8-ші петляға 2 столбик тоқимыз. Солайша айналдыра тоқып шығамыз. Тоқып болған соң 3-ші воздушный петлямен біріктіреміз да, қатарды аяқтаймыз. Енді өлшеп алайық. Маған 15-те 3 сантиметр донышка қажет. 15-те 3 сантиметр
донышко. Осы өлшем маған қажет. Өзіме қажетті өлшемді тоқыдым. Егер сіздерге одан да көп размер қажет болса, ары қарай тоқисыздар. Яғни алдыңғы 9-шы қатарда біз 7 столбик снакетімді бір-бірден тоқыдық та, 8-ші столбикке 2 столбик тоқыдық. Енді 10-шы қатар тоқитын болсаңыздар, 8 столбик снакетін бір-бірден тоқисыз, онан кейінгі петляға 2 столбик тоқисыз. Солай өзіңізге қажетті өлшемде тоқып шығасыздар ары қарай. Және де мына жіпті жасырып қоямыз. Осылайша донышкамыз тоқылады. Осы донышканы пайдалана отырып, келесі сабағымызда шапка тоқып үйренетін боламыз. Сондықтан менің каналыма жазылыңыздар, және де колокольчикті басып қойыңыздар. Сонда менің жаңа видео сабақтарымды жіберіп алмайсыздар. Егер осы мастер-класс бойынша сұрақтарыңыз болса, төменге пікірге қалдырыңыздар. Мен әрқашан сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Және де видео сабақ ұнаса лүпіл басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Және ең бастысы менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.